Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Қайта құру дәуірінің шарықтап тұрған шағы. Айтулы бір совхоздың бас маманы Задаш осы қайта құрудың ала-құйыны басталған жылы зейнетке шыққан. Бүйткен зейнеті бар болсын. Бақса, бұл Задаштың көргенінен көрмегені көп екен. Нелер бір алағайда бұлағай күндер мұны алда күтіп тұрыпты. Бүтін тұрған әп-әдемі дүние еді. Бірер жылдың ішінде бәрі бұланға түсіп, асты үстіне шықты. Күнделікті қоңыр тірлік қалыпты бағытынан жаңылып, арнасынан ауып жөнелді. Асып төгілді, шашылды, пішірап кетті. Ақыры елдің түрі жердің сұрына дейін кісі танымастай өзгеріп салды. Задаштың әлі кедей жаланған азамат екі ұлы, бой жеткен жалғыз қызы бар еді. Қағынан жергендей қалаға барса жастардың қайтпай қалатын қашанғы әдет емес пе? Мұның балалары да сөйткен. Оқуларын бітірген бойда қала жағалап, қызмет сағалап, сол жақта қалып қойысқан. Бүгінде ұлдың үлкені үйлі баранды, бөлек тұрады. Қызы тұрмыста. Зейнетке шыққан бойда мұны бәйбішесімен қоса жылы орнынан қозғап, көңірсіген жұртынан қопарып, қастарына көшіріп алысқан. Осылайша бұл Задаш жігіттіктен кеткен, кәрілікке жеткен шағында түтін сасыған қапас қаланың тұрғыны болып шыға келді. О баста ұлдардың екеуі де университеттің оқытушыларытын. Тегі заманның ауанын байқады ма? Қайта құрудың 3-ші жылында тәп-тәуір қызметтерін тастай салып, бизнеске қойып кетпесі бар ма? Желіккен жұртпен бірге желпілдеп, жеке кәсіпкерлікпен айналысып, бір-бір корпоратив ашып алысты. Апырай, ілім мен білімді тәрк етіп, саудагер болғандары қайткені деп, Задаш алғашында іште алаңдап, қауіп те қылғаны рас. Ұлдарын ойлағанда көңілін көк тұман басып, ертеңі бұлыңғыр тартқандай біраз уақыт уайымдап та жүрді. Екеуі неше мәрте ақылға шақырып, ұзын сонар мәслихатта құрды. Ондай уағызға көне қойған ұлдар болмады. Барын айтып таусылып, бұл ақылға шақырса, ұлдар сабырға шақырды. Амал бар ма? Ақыр соңында ұлдар жеңіп шыққан. Солардікі жөн болған секілді. Таңдаулары жаман еместігін уақыттың өзі көрсетіп, өмірдің өзі дәлелдегендей болды. Танысыңа емес, табысыңа сенетін заман ғой. Шүкіршілік, бүгінде ұлдардың тұрмыстары жаман емес. Дәулеттері асып, мерейлері тасып ақ тұр. Не кием, не ішем демейді. Тамақтары тоқ, киімдері көк. Мінгендері Мерседес, баратындары Алматы мен Мәскеу. Оларды қойып, шығындап кейде шетелге де шығып кетеді. Анау ұл қайда жүр? Көптен көрінбей кетті ғой, дейді Задаш. Ұлдардың бірінің сәлем беруі ұзаңқырап бара жатса. Мәскеуге кетіп еді ғой. Келесі аптада келіп қалады, дейді Балғаным. Балғаным Задаштың құдай қосқан қосағы, балаларының аяуланасы. Кімнің қайда жүргенін, бұл маңда не болып не қойып жатқанын көңілмен көріп, көкірекке түйіп отыратын баянды бәйбіше. Ол жақта нағашысы бармай еді, неғып бұлар мәскеушіл болып кетті, деп ондайда бұл қоразданып, өтірік қоқаңдаған болады. Ұлдардан кейінгі жалғыз қызы дәрігер. Тұрмысқа шығып, іргелерін бөлек салғандарымен көп жылдан бері күйеу бала екеуі бір баспанаға жарымай жүдеп жүретін. Үйі жоқ жанның күйі де қайбір келіскен. Сонысын көріп біліп жүрген екі ағасы биылғы жыл оларды да ойда жоқта қарық қып тастаған. Қаланың қақ ортасынан ойып тұрып, 3 бөлмелі кең сарайдай пәтер сатып әперісті. Ендігісі екі ұл бұрқыратып қала сыртында коттедж салып жатыр. Біздің қара шаңырағымыз осы болады.
Амандық болса, сендерді осы коттеджге көшіреміз, дейді үлкен ұл Ербол. Мейлі ғой, қай жаққа апарам, қайда көшірем десе де, балалардың еркінде. Задаш пен Балғанымға бәрібір. Бұйдалаған ботадай айтқан жағына еріп жүре береді. Тас қамал сияқты тас бауыр мына қалаға да көндікті ғой. Коттедж дегенін де көре жатар тәйірі. Осы ұлдардың аман саулығын тілегеннен басқа қазір уайым жоқ бұларда. Шүкіршілік, осылардың арқасында Балғаным екеуі ел жұртқа қадірі жетеді. Бойлары сыйлы. Былайғы көпке қарағанда іштері жарау, жондары қырау. Одан артық не керек? Еңкейген ендігідей жаста. Қысқасы, барды бағамдап, баяндыны бағалап, тәубе деп отырған жайлары бар бұлардың. Көгеріп көк шығып, күн көзі жылына, Задаш бірде екі ұлдың басы қосылған оңтайлы сәтті пайдаланып, тосын бір әңгіме бастаған. Осы Мәскеу деп өздерің ғана ала шапқын болмай, әке шешелеріңе де бір уақ кезек бермейсіңдер ме, деп күмілжіді. Айтуын айтса да көңіліне түйткіл алып, ұлдардың алдында басы қылтылдап, жанары жылтылдап, бір түрлі қызарақтап қалды. Мына сөзі қалжыңы ма, шыны ма деген таңданыспен ұлдары үдірейіп әкесіне қарасты. Әке, түсінбедік, Мәскеуге барғың келіп жүрме? Деп қайыра сұрасты. Барсақ немене, кімнен кембіз? Солай десе де даусы дірілдеп, үні құмығып, Задаш одан бетер қызарып кетті. Ұлдары қайдағы жоқ сылтау айтып, біраз бұлғаққа салатын шығар деп күтіп еді. Қызық болғанда бәрі керісінше боп шықты. Әке, мынау тамаша идея ғой, деп Ербол алақанын шапалақтап жіберді. Папа, мамам екеуің бірге барыңдар, деп Нұрбол да екі көзі жайнап шыға келді. Айды аспанға шығарып, бір қыдырып қайтыңдар. Мәскеу ғана емес, Ленинградқа да барып, есте қаларлық бір круиз жасаңдар. Сөйтіңдер. Ер азаматтардың бұл әңгімесіне етек жақта немересіне құрақ көрпе жамап отырған Балғаным селкос қалған. Мама, сен бұл идеяға қалай қарайсың, деді Нұрбол. Жер қозғалса да қозғалмайтын Балғаным басын көтерместен, енді қартайғанда желігіп не бар, деді қысқа қайырып. Сүйегіміз саудырап жолда қалсын демесеңдер, бізді әурелеп қайтесіңдер. Балғанымның өзі Жадаштың шамына тигендей болып, тыржың етіп, боз мұрты тікірейіп кетті. Әй, Балғаным, сен бізді қажымай жатып, қартайтпа, өйтіп есептен ерте шығарып тастама, білдің бе, деді әзіл шыны аралас. Балғаным жауап қатқан жоқ. Әдеткі мінезіне басып, үнсіз қалды. Екі ұл енді екі жақтап шешесін үгіттеуге кірісті. Барып қайтыңдар, бой жазып, серуендеп демалыңдар, ел көріп, жер көріп қыдырыңдар дейді. Қашанғы бықсып үйде жата бересіңдер, бір уақ сыртқа шығып, жарық әлеммен танысыңдар, дейді. Қалай азғырып үгіттегендерімен табиғатынан діні қатты Балғанымды ұлдары да жібіте алмаған сияқты. Балаларының сөзін бөлмей, әбден тыңдап болған соң терең бір күрсініп, барам десе анау әкелерің барып қайтсын, деді. Мені қинап қайтесіңдер, немерелерімді бағып үйде болайын. Задаштың күткені де осы жауап еді. Көңілі май жегендей кілкіп кетті. Бірақ жан толқынысын ішке бүккен құпия сырын сездірмей, өзінше шамданған кейіпте. Несі бар? Барам десем барам деп кеке түсті. Мен көрмеген Мәскеу деймісің? Балаларымның арқасында ол жақта тағы бір қыдырып қайтуға мен дайын. Екі ұлы екі жақтан қолпаштап, әкесіне қолдау көрсетіп, бастарын шыбындаған атша шұлғысты. Папа, маладессің, жарадың. Бұл тамаша ақыл болды. Алаң болма,
Бәрі окей болады. Барып келудің жай жапсарын өзіміз мықтап ұйымдастырып береміз. Әкелерің адасып кетпесе бопты, деді балғанымда. Бір күн кетті. Неге адасады, адаспайды, деп ұлдар арашаға түсіп жатыр. Ол жақтағы достарға тапсырамыз, бәрін қатырады, патшадай ғып күтіп алады. Соғыстан кейін Мәскеуді бізде бір кісідей араладық қой. Әлі ұмыта қойғанымыз жоқ, деп Задашта көңілін бекіткен болды. Сөйтіп аяқ астынан жол жүретін болып, осы әңгімеден соң 3-ші күні Задаш ақ шағаладай әсем ұшаққа мініп, Мәскеу жаққа аттанып кеткен. Содан араға бір апта салып, артынып-тартынып, немерелерге деген базарлығын көтеріп, аман-есен қайтып оралды. Мәскеудің әңгімесі балашаға көрші қолаңға апта бойы азық болды. Алаулатып, жалаулатып, 1 мамыр мейрамын өткізген соң екі ұлдың басы қосылған бір сәтте Задаш кібіртіктеп тағы сөз бастаған. Өткен жолы барғанда майдандас достарымды кездестіріп, солар шақырып еді, деп мұрын астынан міңгірлеген болды. Алда 9 май ғой, өздерің білесіңдер. Жеңіс күнінде бірге болайық, бірге мерекелейік деп өтініп еді. Мен уәде беріп кетіп едім, деп бір қызарып, бір бозарды. Қынжылып, реніш білдіргеннің орнына екі ұл бұл ұсынысты да қуана қарсы алған. Артынша олар әкесіне бизнес класстан орын алып беріп, 7 мамыр күні әуежайға өздері шығарып салды. Задаш бұл жолы Мәскеу жақта 10 күн бойы жоғалды. Соңғы күндері телефонда соқпаған соң үйдегілер елеңдей бастап еді. Әйтеуір қайтар күні қонақ үйден бір хабар беріп, ертең ұшам дегенді естіп, көңілдері орнына түскендей болысты. Әке, қонақ үйге звондасақ жоқсың, қайда қыдырып жүрдің, деп Ербол әуежайдан қарсы алып, әкесін көрген бетте сұрақтың астына алған. Задаш түксиді, бұртиды, сызданып бірден жауап бере қоймады. Сосын айтпап па едім, майдандас достармен кездестім, деп зіркете қалды. Өткен сапарда емес, бұл жолғы Мәскеу әңгімесі әсерсіздеу болды. Парад көрдім, үлкен театрдың алдында 2 күн майдандастармен жүрдік дегеннен басқа Задашта тереңдеп кетпеді. Арада 1 ай өтер-өтпес Задаш бүгежектеп 2 ұлға Мәскеу жайын тағы сөз еткен. Бұл жолы ұлдар иықтарын көтеріп, қастарын керіп, біріне бірі қарасты. Әке, тегі проблема барау, деді үлкен ұлы Ербол. Ондай үлкен шаруа жоқ балам. Жаз шықты ғой, Мәскеудің маңайы салқын самал, жанға жайлы жер екен. Майдандас достарым келіп кет, демалып қайт деп шақырып жатыр, деп Задаш өңешін қырнап, үзіп жұлып, бірдеңені түсіндірген болды. Әңгіме жоқ, өйтіп шақырып жатса барып қайт, деді кіші ұлы Нұрбол. Әкейді Мәскеудегі достары тағы шақырыпты дегенді естігенде балғаным. Жол жүргеннен жалыққан жоқсың ба дегендей, жанашырлық білдіргеннен басқа басы артық сөз айтқан жоқ. Задаш бизнес класста шалқайып, тағы да Мәскеуге сапар шегіп кете барды. Демалғаны сол, бұл жолы ол Мәскеуден жер қазандай қалжырап, бір түрлі шаршап қайтты. Папа, қалай демалдың, деп аңқылдап алдынан шыққан Нұрболға жөнді емес дей салды. Сосын жаңбырлы болды деп қосып қойды. Деді кіші ұл басын шұлғып. Отағасы, жүзің тіпті сынық екен. Жел тиген шығар. Ұшықтасам қайтеді, деп балғаным бәйек. Задаш көзі шүңірейіп, қабағы кіржиіп, 2-3 күн төсек тартып жатып қалды. Ендігәрі бүйтіп жол жүргенді қой, деді балғаным. Бұл қалқиып төсектен тұрған кезде. Өстеп жүріп өлгеніңді білмей қаларсың сен. Жетер енді қаңғығаның. Задашта бәйбішесінің ақылын құп алып, бір тоқтамға келгендей болған. Осымен Мәскеу әңгімесі мәңгі жабылғандай еді.
Арада бірер күн өткенде кәукелектеп үйге Сәду келген. Қасқыр жегендей адуын қара қатыны бар еді. Сол екеуі төркіндеп бірер апта ел жақта болып қайтыпты. Елден жеткен беттері осы екен. Құрдасының сырқаттанып қалғанын естіп, көңілін сұрай келіпті. Әжік-күжік әңгіме, бәкүн-шәкүн шаруаны сөз етіп, мыжып, ұзақ отырды. Дүние не боп барады өзі? Байдан шыққан қатындай алаңы көп заманға кез болғанымыз қалай, дейді қарадай кейіп. Тірліктің бәрі бақан тірес, ит тартыс боп кетті. Қашан тәртіп болады осы? Задаш оқта-текте басын изеп, құптағандай ишара жасап қойғаны болмаса, Сәдудің қысыр әңгімесіне араласқан жоқ. Мұның ойы да, көңілі де мүлдем басқа жақта еді. Сәду болса, мөмізігіне сусып түскен көзілдірігін ара гідік көтеріп қойып, сампылдап ауыз жабатын емес. Осы Сәдумен бұдан 4 жыл бұрын ауылдан үдіре көшіп қалаға қоныс аударған жылы танысқан. Жарым нелі шынысы бар көзілдірік киген сіріңке қара кісі екен. Мойны ырғайдай тым әлжуас көрінді. Қойдың құмалағына сүрініп, сиырдың жапасына жығылып жүрген біреуге ұқсаған. Қалай десе де көрші подъезде тұратын құдайы көршісі болып шықты. Оның үстіне екеуі түйдей құрдас екен. Қара тартып басқадай барар жері жоқ, алғашқы жылы үйге сыймай тықыршып, қайта-қайта осы Сәдуді жағаттай беретін. Сөзге тартып, шер тарқатары да жалғыз осы еді. Сәду де өзі секілді соғыс ардагері боп шықты. Әңгімесіне қарағанда анау терістік тұста. Ақтеңіз жақта соғысыпты. Екі сөзінің бірінде өзінің теңізші болғанын еске алып, атағаздай қоқиып, ара гідік мақтанып қоятыны бар. Батыр еке, сен өзі құйысқаның көтеріліп соңғы уақытта жолаушылағыш болып алдың ғой, деді Сәду өзге әңгімені тауысқандай не заматта. Задаш қапелімде не дерін білмей, ойынан жаңылып, Сәдуге шаншыла меңірейіп қалды. Құрдасы оқыс ұрлығының үстінен түскендей қатты абыржып, қарадай қуыстанды. Мәскеуге неге барғыштап кеттің деп сұрап отырмын, деді Сәду сөзін тағы қайталап. Тегі Задаш естімеген шығар деді ме, даусын көтере сөйледі. Бұл арада мен білмейтін бір сыр бар ау тегі. Задаш, айтсаңшы бұлай. Задаш сасқан жерде тілі күрмеліп тағы да Сәдуге меңірейді. Бір емес, қатарымен 3 мәрте бардың, деді Сәду, ернін қисайтып саусағын санап. Соншалықты не істеп жүрсің ол жақта? Задаштың маңдайынан суық тер бұрқ ете түсті. Көзі жортақтап, тұқырайып жерге қарағыштай берді. Қап, не істесе екен? Қиналған жері осы шығар. Задаш бет орамалы мен тершіген маңдайын сүртті. Сосын жүрегін тоқтатып, өзін іштей сабырға шақырды. Бұл зарын қарға ұқпас. Майдандас достармен кездесіп едім деген бала-шағаны алдартқан сөзге бұл Сәду қайдан илансын? Суырылып сұрақ қойғыш неме бірдеңені сезіп отырау шамасы. Қайтып жалтарса екен. Алдын ала дайындап қойған уәжі тағы жоқ. Тықақтаған бұл бәледен қалай құтылмақ? Сілекейі желім татқандай сезініп, Задаш күмілжи берді. Бет орамалмен көзін іліп сүртіп ойға қалды. Ақыры қайтер дейсің? 40 жылғы жайға бола, 40 жылдың құрдасы пәлен деп сөге қоймас деп тоқтады. Бір есептен ішін кептіріп сақтай бергенше не де болса шерін тарқатып, көңілін жуып айтып тастағаны да жөн шығар. Боғын жасырған мысықтай қашанға дейін өйстіп, көрінгеннен сескеніп, күнде екі құлағы елеңдеумен жүре бермек. Сосын өткен күндерін ойша санап болжап еді, 40 жыл емес, одан да асып кеткеніне таңданды. Турасында мінекей одан бері 42 жыл өтіпті.
Дәурен-ай десеңші, бұл тағдыр дегенге не айтарсың? Задаш көкірек кере бір шөткерінді де сөзін бастады. Ағаш тамырынан нәр алады, адам жадынан нәр алады деген Сәду. Мен саған жадымды қозғап, жанымды жеп жүрген бір әңгіме бастайын деді әріден орақтып. Өзіңе талай айттым, білем. Мен 44-тің жазында өлімші болып жараланып, майдан даласында қалғаным бар. Арада қанша уақыт өткенін білмеймін. Не заматта шамалап есім кіріп, көзімді ашсам, дәл қасымда қараңдаған 3-4 санитарды байқадым. Жаралы жауынгерлерді теріп жүрген сыңайлы. Бірақ мені байқамай өте берісті. Жан қимақ оңай ма? Мен бар күш-қуатымды жинап, ыңыранып үн шығарған болдым. Соның өзі әлсіретіп жіберді ме, есім тағы бұлдырап кетті. Біреудің жүгіріп қасыма келгенін, басымды сүйеп, аузыма су тамызғанын сездім. Тірі деген дауысты естимін. Қыздың даусына ұқсайды. Ағайлар, бері келіңіздерші, мына кісі тірі деп айғайлайды. Артынша дабыр-дұбыр екі еркектің сөйлескені естілді. Мұның тірі болғанын қайтейік, өлімші боп жараланған, мал болмайды дейді біреуі. Лена, таста, бәрібір өліп қалады, әуре боп қайтесің дейді келесі еркек. Тегі еркектер сол бойда бұрылып кете берді ме, менің басымды құшақтап отырған қыз шыңғырып жылап жіберді. Тірі дейді құлындай шырқырап. Ағайлар, тірі ғой бұл кісі. Құдай үшін көмектесіңіздерші. Бірге алып жүрейікші, өтінемін сіздерден. Жалынамын, ағайлар. Әйтеуір, жас қыздың шырылдаған даусы, айғай салып жылағаны еміс-еміс құлағыма келді. Содан кейінгісі қара түнек. 2 күннен соң Санчаста бірақ есімді жиыппын. Батыреке, қыз болмаса далада қалғанда екенсің-ау, деді Сәду. Бұл әңгімеге шын қызығушылық танытып. Көзге түспей көмусіз қалғандар көп қой. Менің аман қалғаным бір Алланың жазуы да, деді Задаш. Әңгімеңді бөліп кеттім бе? Сөйлей бер, деді Сәду. Сөйлесем сол. Періштеде 5000 табылады дегенді естіп пе едің? Сол айтқандай, мен саған өзімнің 5 болмаса да 1 мінімді айтайын деп отырмын. Менің мінім сол соғыс біткен соң өзімді өлімнен алып қалған әлгі санитар қызға үйлендім, деп Задаш қабақ астынан Сәду құрдасын барлап өтті. Үйлендім деймісің? Шын айтып отырсың ба? Сәду сенімсіздік танытқандай ыңғай білдірді. Иә, үйлендім. Менің жан баласына айтпай келген сырым осы, Сәду. Не дейсің бұған? Қандай ақыл қосасың? Сәду кінәлі жандай отырған жерінде қипақтап кетті. Сен оны соғыстан соң қалай іздеп тауып жүрсің, деді тағы да күдік келтіріп. Госпиталда жатқанда адресін жазып алғам, деді Задаш. Москваның түбіндегі Серпухов деген қалада тұрады екен. Осыдан соғыстан аман қайтсам, сені міндетті түрде іздеп табамын. Сосын екеуміз үйленеміз деп уәде бергем. Қыздың аты Елена болатын. Мен айтқан уәдемде тұрдым. Соғыстан қайтқан бетте Елена қызды іздеп тауып алдым. Қыздың ағайын туыстарын, көрші қолаңды шақырып, шағындау той-томалақ жасап, екеуміз бас қосып үйлендік. Соғыстан соңғы қиын жылдар емес пе? Толарсақтан саз кешіп, тобан аяқ тірлікпен 2 жыл бірге өмір сүрдік. Бір баламыз болды. Мен баламды Ескендір деп атадым. Олар Александр дейді. Батыреке, солай ма еді? Деп Сәду таңдайын тақылдатып, басын қайта-қайта шайқады. Көкірегіндегі шерменде болған жерін шығарған Задашта өзін жеңілдеп қалғандай сезінді. Лықсып көмейде кептелген көп сырды тағы да айта түскісі келді. Содан бірде әлде бір шаруамен Мәскеуде жүредім.
Ойда жоқта көшеде ел жақтың бір азаматына жолығайын деп жалғады әңгімесін. Шүйіркелесіп, ауыл жайдың амандығын сұрасып, әмпәй-жәмпәй болдық та қалдық. Әке-шешені ертерек жалмағанбыз. Басқадай жақын жұрағат бізде жоқ. Жетім жан жылдар өте тас бауыр болып кете ме, ел жақтан мүлдем хабар үзіп қалғандай едім. Ана жігіт жалғыз ағамды есіме салып, ол кісінің де соғыстан тірі қайтқан хабарын жеткізді. Қазір ауылда, үйлі баранды, абыройлы азамат деді. Сұрау салып сені іздеп жүр. Өзіңді айтып күніге бір жылап алады деді. Ауыл аймақтың жүрекке жылы тағы біраз жаңалық хабарын жеткізді. Туған ағаң тірі, сені іздеп жатыр деген хабардан соң менен маза кетейін деді. Оның үстіне ағаң сені ойлап күнде жылайды дегенді естігенде, жетім өссем де мен де ет пен сүйектен жаралған пенде емеспін бе? Көзіме жас алып езіліп кеттім. Қайтейін енді, арада түсік жоқ жалғыз туысым болса. Күнделікті күйбең тірлік жас отбасының қамымен шапқылап жүріп елемеген екенмін. Елді шындап сағынғанымды сонда білдім. Ағама амандасып, Қазақстанға барып қайтайын. Бір аптадан соң қайтып ораламын деп келіншегіммен қош айтысып, жұмысымнан демалыс алып, іле жолға шығып кеттім. Иллахи, сол сәтте әйеліме қайтып оралатыныма имандай сенімді едім. Бірақ қайдан? Ел дегенің қара аламан қалың жұрт. Бәрі өзіңнің ет жақын қазағың емес пе? Жібере қоймады. Соғыстағы жараның шор боп біткен кеудедегі тыртығы болмаса, деніміз сау, қорғасын құйған сақадай бозбала кезіміз. Жер аралап, қызық қуып дегендей, мауқымды басып, айналшықтап жүріп қалдым. Шүкіршілік, соғыс аяқталып, елдің де түтіні ептеп түзеле бастаған кез. Ағам алдымен менің табылғаныма Құдайы құрбандық шалып, алыс жақынның басын қосып, ұлан асыр той жасады. Соңынан өзі барып құда түсіп, айналасы бір аптаның ішінде алды артыма қаратпай мені үйлендіріп жіберді. Жерлестердің аста төк сый құрметі мен қуанышына шалықтағанмен, олардың дегеніне пәленде қарсыласа да қоймадым. Оның үстіне атастырған қалыңдығым мойылдай мөлдіреген, торғындай өлбіреген, қиырдағының көзін тартқан кермиік арудың нағыз өзі болып шықты. Аққұбаның аққу өңдісі екен. Өмірдің жас кезі, көңілдің мас кезі, қайтып шыдап тұрайын. Мәскеу жақта әйелім барын, балам барын да айта алмай тұтығып, тілімді тістеп жасырып қалдым. Ол уақытта ер азаматтың қатары қатты сиреп қалған кез. Біреуді біреу сөгетінде заман емес еді ғой. Сондағы менің қосылып жүрген сұлуым осы балғаным болатын. Бәтіра, солай болып па еді, деп Сәду қалтылдатып тағы да басын шайқады. Сырлы аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпес деген. Бәйбішеңнің қазірде жөні бөлек сырдан кісі ғой. Жә, болды енді. Сен бұл әңгімені ары қарай тыңда, деді Задаш. Балғанымдай көрікті қызға үйленсем де, бәрібір Еленаны ұмыта алсамшы. Жатсам да тұрсам да есімнен шықпай қойды. Ақыры қайрат жігерімді шақырып, намысымды жанып, Еленаға хат жазуға бекіндім. Жағдай осылай да осылай болды. Тағдырдың жазуы шығар. Сен мені кеш, Леночка, деп жаздым. Енді мені күтпе. Реті келсе, тұрмыс құруыңа рұқсат деп, ақ батамды беріп, баянды бақыт тілегендей болдым. Артынша Еленадан жауап та келді. Әрине, бәрі де түсінікті ғой. Менің азғын алаяқ екенімді, жас өмірін қор еткен арамза, жексұрын оңбаған екенімді бесіме басып, ашына жазыпты. Енді бұл жаққа аяқ бассаң, ағаларым сені тірідей бауыздайды. Кет, жоғалар мен, дүниеде ұлың барын мүлдем ұмыт деп, бәріне
нүкте қойыпты. Расында да борсықтай дөңкиген дөкір мінез екі ағасы бар еді. Бауыздайды деп қорқытқан соң жан керек, мен де қайтып хабарласуды қойдым. Жылдар жылжып өтіп жатты. Уақыт деген соғыстың жарасында жүректегі жараны да емдеген сияқты болған. Санадан өшіп, санаттан сырылғандай сияқты еді. Бәрі бекер екен. Зейнетке шығып, қол-аяғы босаған жан тегі ойшыл болып кете ме деймін. Әлде ұлғайған сайын көңілдің көк жайлауынан ел кетіп, адамды уайым меңдеп ала ма? Ол жағын тағы білмедім. Қысқасы, баяғы Елена келіншегім жиі-жиі есіме түсіп, ескендір баламды іздеуді шығардым. Ескі жара қайта қоза бастады. Сыртым дүрдиіп жүргеніммен, жан сарайымды сарыла күздей сағыныш меңдеп алды. Ішкі өзегім бордай үгіліп, мінекей 2 жылдың жүзі болды. Жүрегім сазып мазасыздыққа душар болдым. Ақыры төзімім таусылды. Не де болса деп тәуекелге бел будым. Менің Мәскеуге барғыштап жүргенім содан. Қайда екен деп әйелімді іздедім. Не істеп жүр екен деп азамат болған ұлыма сұрау салдым. Мен көрген кездегідей емес. Серпухов қаласы мүлдем өзгеріп кетіпті. Өзімнің таныс мекен тұрағымды таба алмай көп сандалдым. Баяғы біз тұрған жамау барақты атам заманда бұзып тастапты. Оның орнында көк тіреген зәулім үйлер. Қаншалықты шарқ ұрып іздесем де, әйелім мен баламның ізіне түсе алмадым. Құрысын бәрі, ол жақта да тура біздегі сияқты, біреуді біреу біліп болмас, аласапыран дүние екен. Сол баяғы тұрымтай тұсымен, балапан басымен кеткен кер табан керең тірлік. Ұшығын таба алмай, 3 жолы да босқа сандалып қайттым. Өзіңе айтпақ әңгімемнің бары осы еді, Сәду құрдас. Мәскеу деген үлкен шаһар емес пе? Деп Сәду сөзге араласып, таңдайын тақылдатты. Үлкен қаладан адам қайдан табылсын? Шөп ішінен ине іздегендей күйге түскен екенсің ғой. Апырмай десеңші. Құдай басқа салмасын. Бәрінен бұрын туғаныңнан тірідей айырылған қиын екен, деді Задаш. Осымен бар әңгіме тамам болған. Тамыз орталайып бірде үйге мұртының жебесі тікірейіп, жыртық көзі жайнан қағып, қызара бөртіп Сәду келді. Жалпақ көзілдірігі мұрнының ұшына түскен, төрт көзденіп алыпты. Жағасы жайлау, көрім әзіретті айтып, сампылдап сөйлей береді. Сәду құрдасының дәл бұлайша қызық мінезін Задаштың алғаш көруі. Иә, құрдас, бұл ненің қуанышы деп таңырқады Задаш. Қалайша ненің қуанышы деп Сәду бұл сұраққа Задаштан бетер таңырқады. Бүгін 18 тамыз теңізшілер күні емес пе? Деді Задаш басын шұлғып. Онда бәрі жөн екен. Несі жөн? Тегі сен менің теңізші екенімді ұмытып қалғансың-ау? Сәду ернін бұлтыңдатып, жылмаңдап қойды. Ал 40 жыл бұрын Мәскеуде қалған қатын балаңды ұмытпайсың, Ұмытпайсың. Қасыңда жүрген құрдасыңды ұмытып кетесің. Құттықтауға да қолың тимеді. Батыреке, мұның жөн емес сенің. Сәду қатты өкініш білдіргендей басын шайқап-шайқап жіберді. Мынау не оттап кетті деп Задаш өз құлағына сене алмай Сәдуге ұрлана қарады. Сәду құрдасы дәнеңе ұғар емес, сіңір мойнын ырғай түсіп, екіленіп қояды. Мұнысын көргенде Задаш ұяттан жарылып кетердей болды. Сәдуден бәрін күтсе де дәл мұндай қияс мінезді күтпеп еді. Апырмай десеңші, бұл пәтшағарыңда қусырылған қу танау, кебіс ауыз біреу екен ғой. Қап бәлем, енді не істеді? Задаш ненде қайла жасарын білмей шалтақтап, әлде бір сеу іздегендей боға түсті.
Қан майданда от кешкен бір жылдың төлі ғой деп өзін жақын тартушы еді. Суыртпақтап жан сырын айтып еді. Артық қыламын деп тыртық қылғанын енді сезді. Ағай-ау, сіздің бұл қай сөзіңіз? Қайдағы ел, қайдағы баланы айтып отырсыз өзі? Бұл не жұмбағыңыз? Әзілдің де жөні бар. Байқап сөйлемейсіз бе? Деп қызы Нағия сол екі арада шамданыс білдіріп шат шәлекейе шықты. Бәйге атындай аңқылдап әбден қызып алған Сәду Нағияның сөзіне одан бетер шұлқынды. Ойбу, жаным-ау, сен дымды да білмейді екенсің ғой. Әкең қайта-қайта Мәскеуге несіне барып жүр дейсің, деді сұқ саусағын шошайтып. Не үшін? Батыреке, айтшы. Майдандас достарымен кездесті. Пәлі, достарымен кездескіш болса, бұғанға дейін ай қарап, жұлдыз санап жүрді дейсің бе? Әлде бұл әкелеріңнің бір емес, қатарымен 3 рет барып қайтқанын ұмыттыңдар ма? Иә, сөйтті. Нағия сөзден сүрініп, жалтақтап қалды. Достарымен қала қыдырды, демалған шығар. Пәлі, баламысың деген, қайдағы демалыс? Қатыны мен ұлын іздеп сабылып жүр. Соғыста танысқан қатыны қалыпты сол жақта. Соларды іздеп таба алмай, табанынан тозып жүр бұл әкең. Енді ұқтың ба? Бұрышта байпақ тоқып отырған балғанымның жанары жалғыз ақ рет жалт ете қалды. Сол көз қарастың өзі Задашқа оқтай қадалып, танауы қусырылып, демі қысылып кетті. Кеудесіндегі 40 жыл бұрынғы оқ тиген жарасы сыздағанын сезді. Әй Сәду, тілім буынсыз, аузым тығынсыз екен деп, не көкіп отырсың сен? Деп Задаш құрдасына қабағын кіржитіп, даусын зорайтты. Сәду Задашты енді ғана көргендей, есектей едірейіп, бақша тесіліп қалды. Сосын бірдеңе есіне түсіп кетті ме, көзілдірігін бір шешіп бір киді. Батыреке, осы мен қызды қызбамен көп сөйлеп қойдым білем, деп іле созалаңдай орнынан тұрды. Емпен қағып, шығар есікке беттеді. Дүниені бүлдіріп қашқандай боп, қалбалақтап кете барды. Кетпеңіз, отырыңыз дегенде ешкім болған жоқ. Бәрі оны көзбен ұзатып, тобық жұтқандай томырайып, соңында қала берісті. Мас адамға не дерсің? Атаңа нәлет, қу Сәду. Сыбырлап айтқан сырын аспан асты, жер үстіне жайып салды. Дегбірін қашырып, дертті етіп кетті. Балалардың алдында орнынан тұрғысыз жер етіп кетті. Енді қайтты, масқарай десеңші. Задаш кеткен құрдасына бет жүзі бұрысқанша, ерні тырысқанша кейді. Көзін неденнен көтере алмай жаншылып, самайы лықылдап қимылсыз отырып қалды. Жоқ бәлем, ажалды киік, адыраға деген өзіне де обал жоқ. Тірнектеп жинап, тырнақтап құраған беделінен бірақ сәтте айырылды деген осы болады. Балғанымнан қазір үлкен бір шатақ шығама деп күтіп еді. Бәйбішесі түк болмағандай бейбіт күйде екен. Бұрыштағы өз орнында әдетінше байпағын тоқып үнсіз. Задаш шынымен қиналды. Қиналғаны соншалық көз алдынан бар өмірі кесек-кесек суреттермен тізбектеліп, зырқырап өте шыққандай болды. Бұл өмір дегенің де қызғау, түсініп бермес қалтарысқа толы, тұнған тылсым, толған жұмбақ. Сол құбылыстарды көбінде адамның өзі де пайымдай бермейтін сияқты. Дер шағында парқын білмейсің, мәнін ұқпайсың. Ұқпайсың емес, турасында ұққыңда келмейді. Жіберген ағат істеріңе кейін бармағыңды тістеп өкінген боласың. Бетіңнен бозаң шығып ұяласың. Пұшықтың есесін мұрыннан қайтаратын емес,
Уақыт құрғыр өтеді де кетеді. Оны жөндеу әлі күнге ешкімнің қолынан келген емес. Келмейтін де шығар. Несін жасырады? Жасында бұл задашта да Құдай сүйер қылық болмады ғой. Құдай сүйер қылық болса, орыстың бүлдіршіндей жас қызын қан қақсатып, бесіктегі баласымен қоса тастап кетер ме еді? Қазір ғана ғой, жасамыс тартып, қойдан жуас, жылқыдан торы бола қалғаны. Сөйтсе, өткен өмір бәрібір іссіз кетпейді екен. Бәрінің сұрауы болады екен. Сол шындыққа мұның көзі енді ғана жеткендей. Табиғатынан өзі де зерек еді. Соның арқасында бұл өмірде кемдік көрдім деп айта алмайды. Қайда да өз ортасының оғланы, топтың көсемі болып жүрді. Баяғыда Мәскеуден келген бетте уақыт ұтқызбай сырттай техникумға түсіп алғаны барды. Сонысы әбден оңды болған екен. Зоотехник деген мамандығы мұның кейінгі тірлігіне алтын арқау болып, өмірдегі жолын айқара ашып берген. Осы мамандығының арқасында жағдайы жаман болған жоқ. Қайда жүрсе де айы оңынан, күні солынан туғандай еді. Шүкіршілік өміріне өкпе болмас. Қазір ғой, зоотехник деген мамандық жоқ. Ол кеңестік жүйенің ойлап тапқан жалған жұмысы, түкке керексіз өтірік шаруасы деп ұрандатып жүргендері. Базары жүріп тұрған ол заманда зоотехниктің абыройы артық, беделі басқаша еді-ау. Зоотехник келе жатыр дегенде жылаған бала уанатын, сиыр мөңіреуін, қой маңырауын қоятын. Қыстақтағы қойшы жазғанның тілі көрмеліп, атына міне қырға қарай шабатын. Қой сойып ет асу керек дегендей. Ал қойшының келіншегі киімінің тәуірін киіп, сылаң қағып жасанып, бұраң қағып, болғақтап алдынан шығар еді. Осы әңгіменің бәрі болған, бәрі рас. Ұятта болса кейде еске алғанның шамы жоқ шығар. Бұл задаш ондайда ыстық ықылас, шадыман шақтарды басынан өткерген. Бүгінде ғой, соның бәрі шұғыладай алыстап, көкжиекке біртіндеп сіңіп бара жатқаны. Ойлап отырса, задаш бір азаматтың басына жететіндей-ақ қызметтер атқарыпты. Шіреніп, бригадирде болды, шертиіп бөлімшеде басқарды. Соңынан жоғары білімі болмаса да, бас зоотехник қызметіне тағайындалып, оны да ұзақ жыл дүркіретті. Сол жылдары совхоздың асығы алшысынан түсіп, мал аман, жан тыныш, бұл задаштың да асау көңілі көбік шашып, мейманасы судай тасығаны есінде. Басшылыққа масаттанып, бастықтан басқаны танымай кеткен кездері де болды. Әншейінде желсіз күнде желіккен қарағымның өзі еді. Қолдағы билік, байлық пен барлық жас көңілді тіпті шалқытып жіберген. Сал серлік жасап, әләулаймен біраз жыл желпілдеді дерсің. Қыз келіншекке қырындап, талай бір қызыққа толы, қиқулы дәуренді бастан өткерді. Әдемі күндерді көңілде тербетіп, көкіректе түнетіп, талай сайраңды салды. Ебелекте епілдеген сол бір баянсыз жүрісі қанша жылға созылғанын өзі де білмейді. Әйтеуір әр нәрсені сылтауратып, түннің бір уағында сүйретіліп үйге жететін. Ол ма? Кейінгі кезде есіргені сондай тауда жүрдім, малда жүрдім деп, апталап жоғалып кететінді шығарған. Мінезі тұйық, көп сөзге жоқ балғаным, дәнеңені білмейді, түкті сезбейді деп ойлаушы еді. Бекер екен, масқара болғанда келіншегі соның бәрін сезіп, бәрін біліп отырады екен. Бірде балғаным соны айтты. Азаматтың сағы сынбасыншы деп, ашуымды әрдайым сабырға жеңдіруші едім. Ат айналып қазығында бар, сүйегі менікі болған соң, ұзап қайда кетер дейсің деп, сыртқа кеткен бір тамшы арам теріңді де
пәлендей қызғаныш етпеймін. Бірақ қазір балалар ержетіп, ес біліп қалды. Ауыл үйде әңгіме жатушы ма еді? Құрғыры. Соңғы кезде сенің соңыңнан ерген сөз көбейіп кетті. Ондай өсек әңгімені құлағымнан асырып жібердім. Естімедім десем де, қазір көрші қолаңның мазағына қала берді ағайын жұрттың мүсіркеуіне ұшырай бастағанымды білдім. Мейлі, мені қойшы, үйдегі әйелмін ғой, бәрін де көтеремін. Ал сен түзде жүрген азамат емеспісің? Бұлайша айтқанда, күнделік елдің бетінде, желдің өтінде жүрген ел ағасының бірісің. Ел мен жұрттың көз алдындағы беделіңді байқасаң етті. Бір уақ өзіңе ие болып, азаматтық абыройыңды ойлайтын уақыт жетті емес пе деді. Үні өзгеше салмақты, қорғасындай ауыр, аяздай суық, тұздай ащы шықты. Үндемейтін кісінің үні де соншалықты зілді келеді екен. Балғанымның осы сөзінен соң Задаш ұзақ-ұзақ ойланып қалған. Санасы серпіліп, денесі дүр сілкініп, ұйқыдан оянғандай күйге түскен. Көзсіз көбелек емес, өлер жерін бұл да біледі ғой. Оның үстіне жасы да әжептеуір кезі. Ауру қалса да әдет қалмайды дегендей, әрине, серлікті бір-ақ күнде тастап кеттім деп айта алмайды. Десе де, осы әңгімеден соң ұзаққа созбақтамай, олқы-солпы жүрісті сиретіп, бойын тез жинап ала қойғаны рас. Енді мінекей, арысы атан өгізге сатып ала алмас тағы бір дауға қалғандай. Берісі сол баяғы ауыр сөз, жауыр әңгіменің тағы бірін естуге мәжбүр. Бұл Задаш ағайынды өкпелеткеннің үні ірейді, әйелін өкпелеткеннің ыдымы құриды дегеннің кебін мықтап киген сияқты. Күні бойы басы бөркіне симай, көңілі қабарып, мәңгіріп жүрді де қойды. Ойы божып, ойлағаны іркіттей ірімтіктеле берді. Тегі қартайғанда қағынды атанғаны осы шығар. Қырдағы қырғауылды іздеймін деп, үйдегі татулықтан айырылып жүрмесе не қылсын. Бәрінен бұрын бала шаға көрші қолаң, ағайын жұрағаттың алдында абыройы айрандай төгіліп, соры сорпайдай қайнап жүрмесе жарар еді. Орыстан әйел мен баласы болғанын, баяғы боз балалықтың базынасы ғой деп кешірді делік. Желпілдеп 3 рет Мәскеуге барғанына не уәж айтпақ? 40 жылғым есіме түсіп, емешегім үзіліп сағынып кеттім дейме. Қысқасы, ендігі кесікті сөзде, кесімді сөзде, кетісудің сөзі де балғаным бәйбішенің қолында еді. Екінші күнде ың-шыңсыз тыныш өтті. Соған қарағанда бәйбішесі де, балалар да Сәду құрдасының сөзін қалжыңға балаған шығар, деп те үміттенді. Жоқ, олай болмапты. 3-ші күні кешқұрым бой жазып бақша жақта жүреді. Әке, сені мамам шақырады дегесін, ойында дәнеңе жоқ, үйге кірді. Кірсе, 2 ұлы мен қызын қасына алып, төр алдында салтанатпен балғаным отыр. Бет жүзі атқан таңдай ағараңқы, өзгеше ширығып алған. Задаштың онсыз да секемшіл көңілі қылп ете түсті. Әй, Задаш, мына балаларыңды мен әдейі шақыртып отырмын. Сен де жақында бері, деді балғаным. Сөзі аршынды, даусы айбынды, үні тарғыл шықты. Қазақта кейде аузы қисайып әйелдің бажылдасқаны ақылдасқаны деп өтірік сәуегейсейтіні бар. Жаны шықсын, бәрі бекер. Бұның балғанымы бажылдаспайды да, ақылдаспайды да. Бетің бар, жүзің бар демей, айтар сөзін қисайламай айтып салып қарап отырады. Сирек айтады, бірақ түйреп айтады. Нелер бір бетпағыңды сабасына түсіріп, солқын басып тастайды.
Асығысты білмейді, ашуын білдірмейді, әрбір сөзін санап айтады, қадап айтады. Енді бірде көңіліне жақпай қалсаң, жақ ашпай тұнжырап тымырайып үнсіз қалады. Ондайда балғанымды қалжа беріп қарата алмайсың, ақша беріп сөйлете алмайсың. Бала-шағаның алдында шынымен ақ мен байқұсты жеретіп, масқарамды шығармақшау деп Задаш көпті көңілмен бүгежектеп қалды. Қалай болғанда да енді шегінерге жер жоқ екенін тағы түсінді. Мейлі, болар іс болды, бояу сіңді. Ендігісі басына қобыз ойнатып, шаңырағын шайқалтып жіберсе де көтеруге дайын. Задаш аяғын шешіп, еңпеңдеп барып төрдегі сырмақ үстіне жамбастай жығылды. «Әй ұлдар», деді, сүйегін сықырлатып, бұл жайғасып болған кезде балғаным. «Мына әкелеріңнің ішінде күйігі кетіпті. Мәскеу жақта сендердің тағы бір аналарың ғана емес, үлкен бір ағаларың да бар екен. Ол әйелде бір ана, бөтен емес. Ол ұлда біздің шарана, сендердің туыстарың, туыс қана емес туғандарың. Әкелеріңді қайта-қайта ол жаққа сандалта бермей, қолдарың ұзын, қалталарың қалың, сендер іздеңдер, туыстарыңды тауып әкеліңдер. Тым болмаса бір хабарын алдыртыңдар, ұқтыңдар ма? Әкелеріңді құсадан өлтірмейін десеңдер, ертеңнен бастап іздеуге шығыңдар. Менің сендерге айтпағым осы». Көп әңгіме жоқ, балғаным сөзін шегелеп айтты, қатты айтты. Көңілге жаққан сөзді кереңде естиді. Бәйбішесінің мына сөзін Задаш өз құлағымен қапысыз естіді, анық естіді. Естіді де бала шағасынан ұятта болса кемсеңдеп, еріксіз жылап жіберді. Әңгіменің шет жағасын әнеу күні Нағия қызы естіген. Дүниеден хабарсыз Ербол мен Нұрбол әкесін қоршап алды. Әйел мен ұлдың аты жөндерін, тұрған қаласын, мекен жайын, жұмысын жамырай сұрасып жатыр. Серпуков деген қалада қазір өзгеріп кетпесе, ол кездегі фамилиясы Семашкова болатын. Семашкова Елена Николаевна, ұлдың аты Александр, деді Задаш құмыққан бәсең үнмен. Қайда жұмыс істеуші еді? Адресі қалай еді? Әдірсін білсем, сендерсізде табар едім ғой, деп Задаш теріс айналып кетті. Әкесінен мардымды жауап ала алмаған соң, ұлдар енді өздерінше күбір-күбір жоспар құрысып, әңгімені осымен доғарған. Көз түсіп, қазанның қара желі соққан бір күні желден бетер желпініп үйге Нұрбол жетті. «Папа», деді аталақтап. «Папа, сүйінші». «Иә, балам, не боп қалды соншалық?» деді Задаш жамбастап жатқан диваннан созалаңдап тұра берді. «Біз ағамызды таптық. Москвадағы достарға тапсырып, көп ақша жұмсап іздеу салып, ақыры таптық. Фамилиясы сен айтқандай Семашков емес, Симашков болып шықты. Симашков Александр Задаевич темір жолда стрелочник болып істейді екен». «Симашков дейсің бе?» «Иә, папа, Симашков. Имен жазылады. Сен бір әріпке қателесіп кетіпсің». «Ит біліп пе? Болса болар. Мамам Александрды шақыртып та қойды. Алдағы сенбіде келетін болды. Мәскеудегі біздің достар оған самолетке билет алып беріпті». «Апырмай, келеді дедің бе?» деп Задаш сөз таба алмай тосылды. «Ескендір келеді дедің бе, балам? Шақырып қойдық дедің бе?» «Иә, папа, ағамызды шақырып қойдық. Сенбі күні келеді». «Айтпақшы, оның шешесін айтам. Шешесі Елена Николаевнаның жағдайы қалай екен?» «Елена шеше осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болыпты», деді Нұрбол. Задаш буыны босап, жайлап диванға отыра кетті.
Содан балғаным бас болып, балалары қос болып, күн түн демей Ескендірді қарсы алудың қамына кірісіп кетті. Задаштың жалғыз ағасын соғыстан қалған ескі жарақаты анау жылы алып шыққан. Қазір бұл өзі тұл жалғыз. Ағасының балаларын шеттетпей, қарайласып тұрғаны болмаса, басқадай туғаны да, туысы да жоқ мұнда. Есесіне балғаным көп ағайынды. Бұлардың тұқымдары жаратылысынан қара көк, арғы аталары үзеңгі бауы 8 қабат ақ сүйек болғанға ұқсайды. Балғанымда сондай ордалы отау, тәрбиелі ұяда өскен текті атаның ұрпағы. Балғанымның көдеден көп ағайыны қазірде дәулетіне сәулеті сай мықты азаматтар. Жаман аты шықпаған, ынтымағымен үлгі болған ел жұртқа сыйлы кісілер. Ескендірдің жайымен сол ағайынның бәрі де құлақтанып үлгеріпті. Тойдың болғанынан боладысы қызық дегендей, соншалықты дайындалған Ескендірде айтқан сенбісінде зарықтырмай келе қалған. Ұлымды қалай көрер екем деп, неше күн алаңдап, неше түн кірпігілмей қиналып еді. Ербол мен Нұрбол сияқты бұлшық еттері ойнаған мығым денелі тығыршықтай азаматты елестеткен. Сөйтсе Ескендір қабырғасынан күн көрінген жүдеу, иығы қушиған арық болып шықты. Әйтеуір теректей серейген бойы бар. Жасы 40-тан енді ғана асса да, бет жүзі қайыстай қатып, әжім айғыздап, тарғыл тарта бастапты. Жасынан ерек кекселеу көрінді. Бұлар Ескендірді улап-шулап, бір қора болып әуежайға барып, шұрқырасып қарсы алысқан. Шампан атып, шашу шашысты. Ескендірге алдымен балғаным барды. Көзіне жас алып, еміреніп, маңдайынан иіскеді. Сосын балалар, жұрағаттар құшақтасып, қол алысып, жөн сұрасып жатты. Амандасып, бәрі бітті-ау деген кезде, балғаным Ескендірді қолынан жетектеп, былайғы шетте жетім ботадай бөлектеніп қалған Задаштың қасына ертіп әкелді. Сенің әкең осы кісі, деді орысшалап. Амандас әкеңмен. Ескендір алғашында Задашқа таңырқай қарап, аз-кем сілейіп тұрып қалды. Қарны шыққан, қабағы қалың тартқан жирен шалды жатырқаған сыңайда еді. «Ну, батка, здравствуй», деді сосын, қолын жігерсіздеу ұсынып. Задаш өзін қаншалықты қайрағанмен шыдай алмады. Иегі жыбырлап, мұрты қыбырлап кемсеңдеп кетті. Ескендірдің басын еңкейтіп, бетінен сүйді. Күнсіген жалбыр шашынан иіскеді. Құшақтап кеудесіне басты. Мұрнын қорс-қорс тартып, екі көзін алма кезек сүрткілей берді. Басқа да екеуі тіл қатысқан жоқ. Балғаным бүгін өзгеше құлпырып кеткендей екен. Кердең басады, кербес жылжиды. Кербес жылжып келіп, Ескендірді қолынан жетелеп қайыра алып кетті. Задаш соңдарынан қарап тұр. Бәрі мәз-мейрам, сыңғырлаған күлкі, гу-гу әңгіме. Құтты бір араның ұясы секілді. Ортада сырықтай сорайған Ескендір қасында әппақ кимешек киіп, сымбатымен бөлектенген балғаным. Қалған жұрт бірде олардың ана жағына, бірде мына жағына шығысып, улап-шулап ұзап бара жатты. Мынау жалған дүниеде Задаштың бар жоғын ұмытып кеткен сияқты. Ескендір апта бойы ел аралап, ағайын достардың шақыруынан, мейман болудан көз ашқан жоқ. Ербол мен Нұрбол келесі күн-ақ оны ең мықты деген дүкендерге апарып, бастан аяқ мұздай киіндіріп тастаған. Сөйтіп, күнде думан, күнде тоймен жүргенде Ескендірдің қайтатын мезгілі де келіп қалды. Балғанымның өзі бас болып, анау жолғыдай тағы да улап-шулап оны салтанатпен әуежайға шығарып салысты.
Келесі жылы әйел бала шағамды ертіп, бірге келемін деп қол бұлғап, қош айтысып, Ескендір ұшып кете барды. Аңқылдаған аппақ көңілінен айналайын. Өзі көтерем бола жүріп, бұл жақтағы ағайынды Мәскеуге қонаққа шақыра кетті. Әуежайдан үйге қайтып келген соң Балғаным анау жолғыдай екі ұлды тағы да оңаша шақырып алған. Бастарың бүйтіп күнде қосыла бермейді. Сендерге айтар міндетім бар деді. Ербол мен Нұрбол қашанғы әдетінше шешелерін екі жақтан күркейлеп, қаздиып тұра қалысты. Задаш ұрлық қылған балаша керелеңдеп, оларға жақындауға дәті бармады. Ұмтыла басып, шеттегі бір орындыққа барып жайғасты. Жұрағат табу жалғанның зор бақыты балаларым, деді. Балғаным сабырмен сөзін салмақтап. Бұдан бұлай сен екеуің ана ағаларыңның еңсесін түсіртпей, біреуге кіріптар қылмай, әрдайым қол ұшын беріп жүріңдер. Сен Ербол, Ескендір ағаңа сол жақтан жөні түзу бір баспаналық пәтер сатып әпер. Сен Нұрбол, ағаң салпақтап жаяу жүрмесін. Астына лайық бір машине сатып әпер. Алтын арқау кең тұсауға салмай, бұл шаруаны осы күзде жасап тастаңдар. Өздеріңе айтайын дегенім осы еді. Екі ұл бастарын шұлғысып, қобалысып жөндеріне кетті. Балғаным болса бұрыштағы өзінің үйреншікті орнына жайғасып, түк болмағандай жайбарақат байпақ тоқуға кірісті. Балалардың арқасында осы үйде бәрі бар, бәрі жетеді. Жыртық жамау деген дүние жоқ. Сөйте тұра Балғаным несіне бүйтіп күйбеңдеп күнде байпақ тоқып, көрпе құрап жүретінін осы Задаш түсінбейді. Енді байқады. Балғаным әлі күнге сымға тартқан күмістей көрікті екен. Ақша маңдай, ашық қабақ, ажарын әлі алдыра қоймапты. Бетіне әжім түсіп, еті башын тарта бастағанмен, жүзінде жылы мейірім, иман мен нұр шалқып тұр. 60-қа жетіп қалса да, өзгелер сияқты жайла толысқан жоқ. Белі тоқ, мықыны жұмыр, жасына қарай бәрі де жарасымды. Задаш 42 жыл отасқан әйелін жаңа танығандай, сарғыш жанары жасаурап, біртүрлі елжірей қарап қалды. Менің қолдаушыларым, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.